келін шырақ, бүгін замандастарым қонаққа келем деп еді. Дайындала енді. Амансыздар ма? Сәлеметсіздер ме әжелер? Рахмет, бақытты болайын алайын. Бірге шығыңыздар әжелер. Келін шырақ, барын етіңді сала ғой жаным. Жақсы әже. Аман есен кеп қалған екісіңіз, бала шағаларың үй іші аман ба? Аман. Тыныш па? Достарым өздерінің өнерлерін алып кепті. Мынау Зара немере емес, ол өнерлерін таныстырамын. Бар жақсы апа. Жүр зарапсыз. Әже, сіз не істеп отырсыз? Маған да үйретіңіз. Ой, айналайын, мен ұршық иіріп отырмын. Мынау төрт малымыздың жүндері бар, түйе жүн, қой жүн, және ешкінің жүндері болады. Соны біз мынандай қып, жіп қып ұршыққа иіреміз. Қара, ал енді алдымен түбіттеп, оны шиіріп қолымызға ыңғайлап аламыз. Содан кейін балам, бұны иіреміз жіп қып, көрдің бе? Жіптің қандай болып жатқаны жіңішке және әдемі қып. Онымен біз нәски тоқимыз, киімдер тоқимыз. Кел ғой, кел қасыма кел, саған көрсетейін. Мынау қойдың жүннен жасалған жіп. Оны арнайы ашып, түсті болсын деп бояп алдық ең бірінші. Одан кейін міне немереме қыс мезгілінде жылы жүрсін деп шарт тоқып жатыр. Қазір енді мынаны құрадық, енді мынаның жартысын құраймыз қазір. Құрағымызды осындай құрап шықты. Көрпемізді құрап, осындай қып немереміздің астына отырғанда төсеп отыратын қып, осындай құрап шықтық. Болғаннан кейін, мынаны ішіне мақтасын салып, немереміздің астына төсейміз. Бізде құрт. Біз құртты сиырдың сүтінен жасаймыз, иә? Сендер білесіңдер ме? Сиырдың сүтін ашытып, оны іртігін алып, қайнатып, осындай құрт жасаймыз. Мына көне заманнан келе жатқан, тастан жасалған қазақтың диірмені деп айтады. Мына екі тасты диірмен жасап, міне бидай салып, оны тартамыз. Анда ішінен Қалқан шығады. Міне қызым, мынау сиырдың сүтті айран болғанбыз. Енді осы айранды біз мына күбіге құйып пісеміз. Мінекей балам. Бұдан пісе тоқтамай пісе балам. Одан біз сары май аламыз. Мінекей балам. Бұл сиырдың күбіге пісірген сары майы өте дәмді. Бұны жеп жүрген күш қуатты болады. Мына әжелер не істеп отыр екен? Келе ғой қызым, әжелерді бірге сұраймыз. Ой жаным немерем, әжелер мына жерде мынау қойдың жүнін түтіп біз текемет басуға дайындалып жатырмыз. Кәне қолға мына жүнді алып, жүн түтілетінді біле ғой, кәне қолға ала ғой, әдемілеп. Созып жүнді не қылын әдемі түтсем, сол қылын текеметіміз әдемі болып шығады ғой замандастар. Замандастар мынау сабаумен сабап, ең қандырып алайын. Кәне киса жақтан жинақтап отырыңыздар. Немерелерімізге көрсетіп жатырмыз ғой. Мына текеметті басу түрін шығардық. Ана шекелеп шығарудың өзі ол да бір өнер айтамын. Қайнатып, ыстық суды құйып Асырамыз. Алмағаштың гүліндей-ау, текеметтің түріндей-ау, өтір дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей-ау. Ал әжелер, сіздерге арналған асымыз да дайын болды. Астан алып отырыңыздар. Ас болсын әжелер. Зара немерем, мынау әжелермен бүгін көптеген өнер үйрендім. Оң саусағыңнан өнерін танған әдемі қыз бөбес. Сен әжелеріңе арнаған өлеңдерің бар еді ғой, мына достарыңмен бірге айтып берсең қалай болады екен? Әже, сүді ғана, о, ұзақ